Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Менің аты жөнім Әбішева Нағима. Мардан Бәйділдаев атындағы номері 232 орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі. Менің бүгін сендерге өтетін сабағымның тақырыбы графикалық редактормен танысу және олардың құрал жабдықтары. Балдар, бүгінгі тақырыпта графика деген не екенін, графикалық бейне деген не екенін түсінетін боламыз. Графикалық бейне дегеніміз не екен, балдар? Қазіргі суретті, графикалық бейнелерді қағазға емес, компьютерді қолданып та салуға болады екен, балдар? Графика дегеніміз гректің жазамын, сурет саламын деген сөзінен шыққан екен. Графикалық бейнелерге сызбалар, диаграммалар, тағы басқа фигуралар жатады екен. Компьютерде графикалық бейнелерді құру құралдары, енгізу құрылғылары, сканер, тінтуір, графикалық планшеттер және графикамен жұмыс істеуге арналған программа графикалық редактор екен, балдар. Графикалық редактор дегеніміз не екен, балдар? Графикалық бейнелерді салуға және өңдеуге арналған программа. Компьютерлік графика екіге бөлінеді екен. 2D және 3D. 2D графиканың түрлері растрлық, векторлық және фрактальды болып 3-ге бөлінеді екен. Растрлық бейнелер нүктелерден тұрады екен, балдар. Бейненің ең кіші элементі бұл, балдар, нүкте екен. Ол пиксель деп аталады екен, нүкте. Сондықтан суреттердің көлемін кішейте беретін болсақ, онда ол нүктеге айналады екен, балдар. Paint редакторы растрлық бейнелермен жұмыс істеуге арналған графикалық редактор екен. Оның белгішесі, балдар, мына түрінде келеді екен. Көріп тұрмыз ғой, суретті. Келесі Paint графикалық редакторды іске қосу үшін, балдар, бірінші бастау немесе іске қосу барлық бағдарламалар таңдаймыз да, оның ішінен стандартты батырмасын басамыз. Стандартты батырмасын басып, сол стандартты батырмасының ішіндегі тізімнен Paint командасын таңдап аламыз. Оны орындап, бір рет тышқан батырмасымен бір рет чертсек, Paint терезесі шығады екен. Бұдан да бұрын біз терезелермен таныспыз, балдар, Терезелер ашылғанда оның тақырып қатары, мәзір қатарлары болады екен, құрал саймандар қатары болады екен, сурет алаңы, қалып күй қатары болады екен. Құрал саймандарының ішінде, балдар, түстер палитрасы бар, геометриялық фигуралар бар екен. Осыларды пайдаланып, біз сурет салады екенбіз. Сурет салу үшін арнайы құралдар және түстерді пайдаланамыз, балдар, 16 құралдан тұрады екен. Осы 16 құралды пайдаланып, біз сурет саламыз. Қараймыз, Paint-тің құралдарын қарайықшы. Ерікті аймақты белгілей аламыз, белгілеу құралы бар, өшіргіш, заливка құю, түс таңдау құралы бар, масштаб құралы, қарандаш, кисть құралдары бар екен. Қарайықшы, қандай фигуралармен таныспыз біз, балдар? Қараймыз, 4 бұрыш, шеңбер, көп бұрыш, 3 бұрыш, 5 бұрыш, жұлдызша, неше түрлі фигуралармен пайдаланып сурет саламыз. Түстерді қарайықшы, балдар. Неше түрлі түстер бар, Ақ, қара, қызыл, сары, жасыл. Қандай түсті пайдаланып суретті бояуға болады. Неше түрлі түстерді, өзіңе ұнатқан түсті пайдаланып суреттерді бояуға болады екен. Пиксель деген жаңа сөзді біз естіге. Пиксель деген не екен, балдар? Нүкте. Бұл пиксель ұғымы ең алғашқы рет 1965 жылы шыққан екен. Енді, балдар, қиялдағы суреттерді салу арқылы адамның көңіліндегі кірбіңнен айыға алады екенбіз. Өзің ұнатқан суретті салып, бояп, осы суретті, ұнатқан суреттерін салған кезде адамның көңіліндегі кірбіңнен айыға алады екенбіз. Енді, балдар, Paint терезесін қалай ашамыз?
Paint терезесін ашу үшін көрсетіп кетейін, компьютерде көрсетейік. Ал бірінші бастау, пуск, балдар. Сосын стандартный батырмасын шертсек, өзінің стандартный батырмасының дізімі шығады. Сол дізімнің ішінен Paint батырмасын бір рет шертсек, терезе шығады екен. Қарайым, терезеде бірінші қатар, тақырып қатары, мәзір қатары, файл, главное, вид командалар тұр екен. Файлдың ішін ашсақ, файл командасын ашсақ, сақтау, жаңа парақ ашу, баспаға шығарып алу салған суретімізді, балдар. Келесі главныйда қараймыз, құрал саймандар жайғасқан екен, түстер, фигуралар жайғасқан. Видте қараймыз, масштаб, үлкейту қосу тұр. Масштабта үлкейтеміз, кішірейтеміз, линейканы шығарып аламыз сызғышымызда. Енді бір сурет салып көрсетіп жіберейін. Фигураларды пайдаланып, төртбұрышты пайдаланып, үй салуға болады, балдар. Үшбұрышты шатыр қылып, оны бояуға болады, заливканы бір рет шертіп, түс таңдасақ, кез келген түс таңдасақ, бояу шығады екен. Не бояйды екен біз? Тыңдағандарыңызға рахмет.